жусан туралы туысқандар айтты, иә. сосын Сол уақыттарда адамдар да өзі берді. қуаныш қандай болды, қуаныш, іштегі лүпіл, жүректегі сезім. Сезім дұрыс, енді әйтеуір осы неден соғыстан шықтық деген ниет болды ғой. Осы тыныштыққа осы жерде өліп қаламыз ба деген ой болды ма? ондай көп болды ғой, ойлар. Орысша айтқанда постоянно болды ма? Постоянно білмейсің қай жерден қандай оқ ұшып келетінін, қандай ракета келетінін білмейсің ғой. Өлім ол постоянно жанында тұрады почти. Елге қайтам деген ой бір мазалаған шығар, енді қайтамыз, ақыр барамыз елге деген. Өзім қайтам деп ойлаймын. Менің білетінім тура осындай операцияны сол Сириядағы, Ирак жерінде жүрген азаматтарды қайтарған елдер көп болды. Бірақ менің білетінім барлығы жас балдарды ғана қайтарған ғой. 14-15-ке дейінгі балдарды. Білесіз ба соны сіз? Білемін. Қалғандарын алған жоқ. Қазақстан осы нелерден көп мемлекеттерге қарағанда. Басқа мемлекеттер не үшін алмады, білесіз ба? Олар керек емес деп бас тартты. Керек емес деп бас тартты. Не үшін керек емес деп білесіз ба? Олар бұл отандарын сатқан деп. Болды, тынды деді. Қазақстан ондай нәрсені ойлаған жоқ. Адам бір шалысқан адам может екіншісін түзеледі деп олар шанс берді. Барлық үлкендерді алып келді, жастарды олар. Қазақстанда разница болған жоқ. Қазақстан. Сол үшін есіңізде болсын деп жатырмын. Диас, сіз мен балам қатарлысыз. Сіз маған бауырсыз. Біз осы елдің азаматымыз екеуміз. Жарайды, біздің арамызда бір туысқандық жоқ шығар. Біз құдай емес шығармыз, біз жекжат емес шығармыз. Бірақ біз осы қазақ деген елдің баласымыз. Есіңізде болсын. Менің басыма күн түскен уақытта сізге уәжіп мені құтқару. Сіздің басыңызға күн түсті, маған уәжіп құтқару. Алып келу уәжіп мен үшін. Сол уәжіпті қараңыз да. Мына елде отырған барлығы намаз оқымайды, оның басында отырғандар. Барлығы намаз оқымайды. Оның бәрі ораза ұстамайды. Оның кейбіреулер өмірі мешітке бармаған болуы мүмкін. Бірақ ата бабасынан қалған бір аманат бар. Ел, жер, менің ұлтым, менің бауырым деген сөзді Құран қылып алып, өзің сияқты азаматтың барлығын алып келді.